27 слайдтан 30 слайдқа дейін жануар не береді деген тапсырма берілген. Бұл тапсырманы орындау барысында педагог балаға сұрақ қояды. Бұл не? Бұл жылқы. Жылқы не береді? Жылқы шұбап береді ме? Жоқ. Жауап дұрыс болмаған жағдайда сурет тербеледі. Жылқы қымыз береді ме? Иә. Дұрыс жауабы шыққанда сурет мұнда пайда болып, жауабы шығады. Жылқы қымыз береді. Педагог балаға сөйлемді толық қайталауын сұрайды. Келесі слайдқа өту үшін ешқандай сурет жоқ, кеңістікке басамыз. Бұл не? Бұл түйе. Түйе не береді? Түйе сүт береді ме? Жоқ. Қымыз береді ме? Жоқ. Түйе шұбап береді.